Периодлы бөлчеклер деген теманы көріп өтеміз. Енді периодлы бөлчеклер апай тілде айтатын болсақ, бұл шексіз онлық бөлчек деп айтсақ болады. Онлық бөлчек не екенін білетін 2,3 үтірі бар санларды біздер онлық бөлчек деп айтатын. Периодлы бөлчеклер де енді сол онлық бөлчеклердің қатарына кіреді. Бірақ енді оның парқы онлық бөлчектен үтірден кейінгі қандай да бір сан, осы санлар қайталанып тұрады шексіз. Соның үшін ол периодлы бөлчек деп айтады. Период өзі қайталану деген сөзді білдіреді. Енді мысалы үшін біздерде 3 сан берілді деп ойлайық. Солардың қайсысы период емес. Соны айырып білуіміз керек. Жаңа айттық, периодлы бөлчекте үтірден кейін қандай да бір сан болса санлар қайталанып тұрады. Бірінші санымызда 2 деп тұрып 35 деп сан қайталанып кетіп жатыр. Онда бұл периодлы бөлчек деп айтылады. 35 деген сан қайталанып жатыр. Екінші санымызда 0,4 деп басталды, одан кейін 4-тен кейін 3 кетті, 3 қайталанып. Онда қандай да бір сан қайталанып кетті, онда бұл периодлы бөлчек деп айтылады. Һәмме уақыт бірінші тұрған саннан бастап қайталану шарт емес. Мысалы үшін 1 сан, осы 5 сан, 10 саннан кейін қайталану мүмкін. Ол да бәрібір период бола береді. Одан кейінгі тұрған 3,14, 15, 12, 35, 48, 1, 2, 4, 5, 6 деп тұрып, әр түрлі цифрлар ізбезілігі сақланбаған қалда кетіп барады. Онда бұл периодлы емес деп айтады. Бұны енді басқаша қылып атайды, енді алдымызда өтілген темаларды көріп, бұның қандай сандар қатарына кіретінін айтып өтеміз. Онда біздерде периодлы бөлчеклерді һәмме уақыт мына көріністе жазып жүрмейді, өзіне жараса жазылатын түрі бар. Қазір соны жазып көрсетемін. Бұл жерде бірінші санымызды мына көріністе жазамыз. Қайсы сан қайталанып жатқан болса, содан алдыңғы санларды жазамын. Мысалы үшін 35 деп қайталанып кетіп жатыр, содан алдыңғы тұрған сан. Мына жерден шептіріптегі сандар. 2 үтір деген санымыз бар, соны жазып аламын. Һәм неше деген сан қайталанып жатса, соны қаусырманың ішіне жазамын. Бұл қаусырманың ішінде период деген, бұл 35 деген сан қайталанып тұрады деген сөзді білдіреді. Оқылуы болса 2 бүтін периодты 35 деп оқылады. Кейінгі тұрған санымыз жазып көрейік. 3 деген сан қайталанып жатыр. Сол 3-тің бірінші қайталанып бастағаннан алдыңғы тұрған санымыз жазып аламыз. 0,4 деген жазып аламыз. Һәм 3 деген сан қайталанып, қаусырманың ішіне 3 деп жазып қоямыз. Оқылуы 0,4 периодта 3 деп оқылады. Яғни 0,4 деп жазылғаннан кейін 3 деген цифр қайталанып тұрады деген сөзді білдіреді. Енді біздерде бір қағиданы білуіміз керек периодлы бөлчеклерде. Бұл периодлы бөлчегімізді апай бөлчекке айналдыруға болады. Соны айналдырып білуіміз керек. Есап шығару үшін біз атты білмесек болмайды. Енді қалай айналдырамыз? Мысалы үшін 0,3 периодта 2 деген периодлы бөлчек берілді, соны апайға өтуіміз керек. Демек, бөлчексіз боламын. Һәм бұл жерде сандарда үтір һәм қаусырма жоқ деп ойлап, неше деген сан пайда болады? Үтір мен қаусырманы алып тастасам, 0,32 деген сан пайда болады. 32 деген сан, соны жазып аламын. Енді сол қаусырмаға шекемгі неше деген сан бар? 0,3, бұл жерде 0,3 деп айтылмайды, үтір жоқ деп ойлаймыз уже біздер. 3 деген сан болады, соны алып тастауым керек осы санны. Этібар беріп қараң. Үтір менен қаусырманы алып тастадық, 0,32 деген сан пайда болды, оны 32 деп жаздық. Алып тастауым керек, қаусырмаға шекемгі сан 0,3, ол 3 деген сан деп жаздық. Һәм бөлчектің астына жазып, қаусырманың ішінде неше сан болса, сонша 9 қоямыз. Бір түйір сан бар, 2 деген, онда 1 9 қоямыз. Одан кейін қаусырма менен үтірдің арасында неше сан болса, сонша 0 қоямыз, 9-ның ізіне. Онда бір түйір сан бар, онда 90 деген сан болады. Бұл 1 0-ді әкелдігізіне. Енді осыны есапласақ, апай бөлчекке айналғаны болады. 32-ден 3 алып 29 бөлінген 90. Бұл мына периодлы бөлчектің апай бөлчек көрінісінде жазылғаны болады. Кейінгі периодлы бөлчек 1,2 периодта 3. Бөлчексіз боламыз. Үтірі һәм қауыс жоқ деп ойлап 123 деген сан жазамын. Одан алып тастауым керек. Қаусырмаға шекемгі сан 12 деген сан болады. Һәм бөлчектің астына қаусырманың ішінде 1 сан бар, 1 9 қоямын. Қаусырма менен үтірдің арасында 1 сан бар, 1 0 қоямын. Алып тастаймын 123 деген 111 бөлінген 90, 3-ке қысқартсам 37 бөлінген 30 деп апай бөлчекке айналады. Үтір менен қаусырманың арасында сан жоқ болатын түрлері де бар, ондай кезде 0 керек емес. Енді мысал көріп өтеміз. Бір мысалдың өзі жеткілікті. Осы қағиданы білсеңіз, периодлы бөлчекке байланысты есаптар шығара берсеңіз болады.
0,7 периодта 7 плюс 2,5 периодта 3 деген периодлы бөлшектерді қосуымыз керек. Қосудан алдын периодлы бөлшекті апай бөлшекке айналдыруымыз шарт. Онда бірінші периодлы бөлшегімізді апай бөлшекке айналдырамыз. Бөлшексіз балам. Бөлшектің үстіне жазуым керек. Қаусырма хам үтір жоқ деп ойлап 0,7 деген сан. 7 деген сан. Осыдан алып тастау керек қаусырмаға шекем сан. Ол 0. 0-ді алып тастау шарт емес, бәрібір 7-дің өзі шығады. Енді қаусырманың ішінде неше сан бар? 7 деген бір түйір сан бар. Онда бөлшектің астына 9 деп жазамын. Үтір менен қаусырманың арасында сан жоқ. Онда 0 керек емес бұныңызда. Плюсті қойып аламыз. Бөлшексіз сан. Екінші периодлы бөлшегімізді апай бөлшекке айналдырамыз. 23 деп жазып аламын. Одан алып тастау керек қаусырмаға шекем сан. 2 деген сан болады. Бөлшектің астына қаусырманың ішінде бір сан болған үшін 9. Үтір мен қаусырманың арасында сан жоқ болған үшін 0 қойылмайды. Онда 23-ден 2-ні алып тастасам 21. Астылар бірдей, үстілерін қосып берсем 28 бөлінген 9 деген жауап келіп шығады.